балалар, математика сабағына қош келдіңдер. Сабағымыздың тақырыбы математикалық марафон. Бүгінгі сабақта сен қосу және азайту, есеп шығару, теңдеу шешу, теңдікті және теңсіздікті оқып, оны тани білу дағдыңды пысықтай отырып, логикалық ойлау дағдыңды дамытатын боласың. Балалар, сендер ұлттық ойындар туралы не білесіңдер? Қазақтың ұлттық ойындары қазақтың төл дәстүрін, қазақылығын танытады. Ұлттық ойынның түрімен қоса қалыптасқан ережесі де бар. Оны білген артық болмас. Асық ойыны бұл балалардың ежелгі спорттық ойыны. Тақыр алаңға көлденеңнен түзу сызық сызып, соны бойлай тігілген асықтарды кезектесіп сақамен ату арқылы мергендік сынасады. Қазақша күрес. Түрлі мереке тойлар күрессіз өткен емес. Қазақша күрес күш жетілдіретін спорт түрі. Бұл ойын адамның денесін ширатып, бұлшық еттерін қатайтады. Төзімділікке, ептілікке, батылдыққа, керек кезінде тез ойланып әдіс таба білуге машықтандырады. Бәйге. Бұл жарыс негізінен жазық жерлерде өткізіледі. Көмбеге алғаш озып келген шабандоз жеңімпаз атанып, сыйлыққа ие болады. Теңге алу. Жерде жатқан теңгені атпен шауып келе жатып іліп алу үлкен ептілікті, ат құлағында ойнайтын шабандоздың тәжірибесін қажет етеді. Теңгені жерден іліп алғандарға бәйге беріледі. Көкпар. Бұл ұлттық ат ойыны. Әуелгі атауы көкбөрі сөзінен шыққан. Уақыт өте келе көкпар ұлттық ойынға айналған. Мұнда екі топ бөлініп, көкпарды бір-бірімен алып қашып, қазандыққа салады. Қай топтың жігіттері шапшаңдық көрсетіп, қазандыққа көкпарды салу ұпайлары көп болса, сол топ жеңіске жетеді. Міне балалар, қазақтың ұлттық ойындары арқылы адамдар өздерінің ептіліктерін, білектерінің күштерін көрсетіп, жеңіске жетіп отырған екен. Біздің бүгінгі сабағымыз ұлттық ойындар негізінде құрылғандықтан, осы ойындар барысында сендер өздеріңнің білімдерің арқылы күш сынасатын боласыңдар. Олай болса, қане бастайық. Берілген сандар тізбегін құрастыру үшін сандарды алдымен өсу ретімен, сосын кему ретімен атап шық. Өсу ретімен 5, 10, 20, 50, 70, 90. Кему ретімен 90, 70, 50, 20, 10, 5. Жауабыңды тексердің бе? Бәрекелді. Енді жекпе-жекке түсіп көрейік. Теңдеулерді кім дұрыс және бұрын орындаса, сол жеңімпаз атанады. Ойлан, не белгісіз? Аяқтасаң, онда тексерейік. Бірінші теңдеудегі белгісіз не? Оны қалай таптың? Белгісіз азайғышты табу үшін айырмаға азайтқышты қосамыз. Теңдеудің шешімі 19-ға тең. Екінші теңдеуде қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Теңдеудің шешімі 14-ге тең. Үшінші теңдеуде азайтқышты табу үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Теңдеудің шешімі 12-ге тең. Сенің жауабың дұрыс болса, өзіңе 10 ұпай жинадың. Бәрекелді. Енді асық атудан сайысып көрейік. Теңдіктер мен теңсіздіктерді оқи отырып, асықтардың орнына тиісті сандарды тауып қойыңдар. Орындап болсаңдар тексерейік. 5 саны 50 санынан кем. 90 саны 80 санынан артық. 20 саны 20 санынан тең. А мен 8-дің қосындысы 8 бен А-ның қосындысына тең. 80 саны 80 санына тең. 50 саны 5 санынан артық. 11 саны 11-ге тең. 20 мен 9-дің қосындысы
90 санынан кем. Сенің де жауабың осыған сәйкес келді ме? Егер сәйкес келген болса, өзіңе тағы да 10 ұпай жинадың. Жарайсың. Енді суреттегі тапсырманы тез есептей отырып, белгісіз санды табыңдар. Әр қатардағы шыққан нәтижелері бойынша әріптерді кестеге орналастырып, жасырын сөзді оқы. Жасырын сөз бәйге сөз екен. Ендеше балалар, бәйгеге түсіп жарысайық. Ойланайық. 5 жігіт аттарын бәйгеге қосты. Талғаттың аты Көнбеге Серіктің атынан бұрын, бірақ Алмастың атынан кейін келді. Жарастың аты Алмастың атынан бұрын, ал Олжастың аты Серіктің атынан кейін келді. Кімнің аты бірінші боп келді? Кімнің аты соңынан келді? Кім тапсырманы бұрын орындап бітірсе, сол бәйгенің жеңімпазы бола алады. Қане, бәйгеге кімнің бірінші болып жеткенін тексере қояйық. Мәреге бірінші болып Жарас, екінші Алмас, үшінші Талғат, төртінші Серік, бесінші Олжас келеді. Сендердің жауаптарың осыған сәйкес келген болса, тағы да 10 ұпайға ие болдыңдар. Тамаша балалар. Енді ептілігімізді көрсете отырып, есеп шығарып көрейік. Жарысқа 20 спортшы қатысты. Бірінші күні 7 спортшы, екінші күні 3 спортшы, ал қалғаны үшінші күні сайысқа түсті. Үшінші күні неше спортшы сайысқа түсті? Есептедің бе? Олай болса, жарысқа қатысқан 20 оқушыдан бірінші күнгі қатысқан 7 оқушының және екінші күні қатысқан 3 оқушының санын азайтқанда 10 саны шықты. Яғни есептің жауабы үшінші күні 10 спортшы сайысқа түсті. Бәрекелді. Егер жауаптарың осыған сәйкес келсе, сен тағы да 10 ұпай жинадың. Міне балалар, енді көкпарға түсіп күш сынасатын кезіміз де келіп жетті. Бұл тапсырмада қай санның қосындысы 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 болатын тауып, кім көп мысал жазса, көкпарды сол оқушы тартып ала алады. Ал ендеше кеттік. Қане, көкпар кімнің қолында екенін анықтайық. Егер сен де өрнектерді осылай құрастырған болсаң, онда өзіңе тағы да 10 ұпайды жинадың. Жарайсың. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыз да өз мәресіне жетті. Сендер бүгін жыл бойы меңгерілген білімдеріңді жинақтап қорытындыладыңдар. Сабақ барысында жинаған ұпай сандарыңды қосып есептей қойыңдар. Егер сенде жинаған ұпайың 50 ұпайға жетсе, онда сен жеңімпазсың. Жарайсың. Жеңісіңмен құттықтаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сендерге сәттілік.